Нұрбибі, сенің жақсы шашың бар. Енді осы шашқа біз шаш бау жасайық. Шаш бау жасау, шаш бау бұл шашқа көрік беріп тұратын қазақтың ұлттық бұйымдарының біреуі, сәндік әшекей бұйымдарының біреуі. Қыз бала бұрымдарының арасын қоспай шашбау тағып, мына шашты бүйтіп артына қарай жібереді. Ол шашбау шашқа салмақ беріп тұрады. Сенің еңкеймей тік жүруіңе, сосын шашыңның ұзын жақсы өсуіне көмектеседі. Сондықтан біз шашбау жасайық. Ол үшін шашбауды байлайтын бау жасап алу керек. Ал бауды мына қызыл мен ақтан жасаймыз, бірақ оны еспейміз. Біз оны сырғалаққа салуымыз керек. Сырғалақтың жиегін қызылдан бір қалақ, сосын мына ақ пен қызылдан ортасына екі қалақ, сосын шетіне мына қызылдан тағы бір қалақ. Сонда сен неше қалақ аласың? 4 қалақ. Сосын ортасына қызыл менен ақтан құстан қылып таңдайластырамыз. Жиегі қызылдан болады. Сонда сен мына бір қалақта неше көз бар? Бір қалақта 4 көз бар. Сонда жиегін жасау үшін мынаны неше айналдырасың? 4 айналдырасың. Сосын ортасындағы екі қалаққа 4 қызыл. Сосын жиегіне тағы да 4 қызыл. Енді жазды күні дала болса, бұлай қазық немесе шеге қойып пайдаланар едік. Ал қазір ондай далаға жасай алмаймыз. Сондықтан мынау кәкеңнің жастық ағашының құлағын пайдаланамыз. Ал енді сен сол жүгіріп көр.